Наурыз мейрамына байланысты қаламызда өткен шаралардың ең бір тартымдысы әр халыққа танымал болған әнші балапан сайысы өтті. Бірнеше жылдан бері өтіп келе жатқан бұл сайысты ұйымдастырушы өнер мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Мұнайшылар мәдениет сарайының кең залына көрермендерді сыйғыза алмады. Биылғы әнші балапанға қаламыздың 5 жас пен 8 жас аралығындағы 16 баласы қатысты. Бұл сайыста жаңалық болған оқиға қаламыздағы номер 2 мектептің тіл әдебиет пәнінің мұғалімі, ақындығымен танымал болған Равиль Майдановтың сөзіне жазылған қалалық музыка мектебінің фортепиано классының оқытушысы Майданова Мәриям Равиль қызының «Кел Наурыз» әні алғаш рет орындалды, яғни ән премьерасы болды. Бұл әнді орындаған Айнұр Қалиева мен Әйгерім Шайдуллаева сайыс қорытындысы бойынша 2-ші орынды иеленді. Біз Равиль ағай мен Мәриямды табыстарымен құттықтаймыз. Жарыс қорытындысы бойынша ән орындау номинациясында 1-ші орынды Құдаша әнін орындаған номері 3-ші балабақша тәрбиеленушісі Алпамыс Иманғазиев иеленді. 3-ші орынды Аблака әнін орындаған Дальмира Жарылғасынова иеленді. Би номинациясында тек бір ғана жүлде болды. Номері 12-ші балабақша тәрбиеленушісі 6 жасар Өрбісінова Сәнге Айжан қыз биін орындаған үшін 1-ші жүлде берілді. 22-ші наурыз күні қалалық білім бөлімінің біріккен кәсіподақ ұйымының төрайымы Нәсіп Шәріпқызы Абилованың ұйымдастыруымен қалалық жалын жастар орталығында ғажайып алаң атты шоу ойыны болып өтті. Қазақстанның тарихы мен жергілікті өлкетану тақырыбына арналған ойынға қаламыздың білім беру саласының мамандары, әдіскерлер мен мұғалімдер қатысты. Ойынды жүргізген номер 8-ші мектептің география пәнінің мұғалімі тәлімгер ұстаз Күләш Хамитқызы Шәкенова. Финалдық ойынға 3 ойыншы шықты. Олар Айдаров Талас, Тасырова Айша және Еспосынов Байгул. Ал суперфиналға қалалық білім бөлімі меңгерушісінің орынбасары Айдаров Талас Айдарұлы шығып, жеңіске жетті. Ғажайып алаң ойыны алғаш рет қаламызда 1998 жылдың желтоқсан айында Мұнай-газ колледжінің ұстазы Жалғас Кенесовтың ұйымдастыруымен қала көрермендерін қуантқан еді. Бұл игі бастама бүгіндері өзінің жалғасын тауып отыр. Бұл жолда ойынға демеушілік көрсеткен Мұнай-газ колледжінің директоры Медиханов Қаржаубай Медиханұлы болды. 21-ші наурыз күні қаламыздағы Мұнайшылар сарайында «Боз бала мен бойжеткен» атты зерде таным сайысы өтті. Бұл бағдарламаның авторы Мұнайшылар сарайының бас маманы Ізбасар Сүлейменов. Аталмыш сайысқа қаламыздағы медицина колледжі менен Қазақ техникалық университетінің Жаңаөзен бөлімшесінің студенттері қатысты. 5 сыннан тұратын бұл сайыстың мақсаты жастарымызды халық педагогикасы негізінде тәрбиелеу, яғни ұмытыла бастаған салт дәстүр негіздерін өмірімізге енгізіп жаңғырту еді. Сөз қадірін жоғары қойған қазақ атамыз ең бірінші адамның сәлем беру шеберлігіне көп көңіл бөлген. Сәлемінен көрінер әдептердің баласы деген айдармен сайыскерлердің халыққа өзін-өзі өлеңмен таныстыру сынынан жастарымыз мүдірмей өтті. Сөз саптай білу үлкен өнер. Жастарымыз бұл сыннан да сүрінбей өтті. Олар тұрақты сөз тіркестеріне мысалдар келтіріп, туысқандықтан өрбейтін атауларды дәл айтты. 3-ші сын сайыскерлер өз өнерлерін ортаға салды. Әділ қазылар алқасы Төлегенова Құралайдың орындаған Вена вальсін жоғары бағалады. Сайыскерлерді өнерпаздарымыз алмастырып отырды. Қуат және Айсұлу Қонашевтардың домбыраның сүйемелімен орындаған «Не пайда», Жұбайлар жыры әндері, Құлбек Дүйсекеновтың Кердері Әубәкірдің Қазағым термесі көрермен көңілінен шықты. Сайыс қорытындысы бойынша боз бала 99 атағын Тәуірбаев Нұрлат, ал бойжеткен 99 атағын Бегимова Рахила иемденді. Сайыскерлерді оқу ұжымдары мен туған туыстар құттықтап, бағалы сыйлықтар тапсырды. Бұл сайыстың толық көрінісін алдымыздағы бағдарламамыздың 1-нен тамашалай алатын боласыңыз.
өртке қарсы қызмет жасағының ұйымдастыруымен аталған мекеменің спорт залында волейболдан жарыс өтті. Наурыз мейрамының қарсаңында өткен бұл мерекелік жарысқа мемлекеттік өртке қарсы қызмет жасағының 2 командасы, салық полициясының, ГМ мекемесінің, ішкі әскер батальонының, әкімшіліктің және ішкі істер бөлімінің командалары қатысты. Жақсы ойын көрсеткен өрт сөндірушілер бірінші және екінші орынды иеленді. Ойыншылар Мұқанов Сәбит, Хасутов Ырзабек, Бердоңғаров Жақсыбай, Ділмағамбетов Сәбиттердің жұмылып жасаған әрекеттері оларды жеңіске әкелді. 3-ші орынға қалалық ішкі істер бөлімінің командасы, 4-ші орынға ГМ мекемесінің командасы шықты. Әкімшілік командасының ойыншылары Гасанбеков, Сатаев сайын жақсы ойын көрсетті, бірақ команданың басқа ойыншыларының осалдығынан олар 5-ші орынға ғана жетті. 6-ші орынды салық полициясының командасы иеленді. Жұмыста табандылық көрсетіп жүрген салықшы жігіттеріміздің өкінішке орай волейбол алаңында қарқындары бәсеңдеу болды. 7-ші орынға ішкі әскер батальонының ойыншылары ие болды. Осындай достық ойындар өткізу қаламызда дәстүрге айналады ғой деп сенеміз.